Пайғамбарымыз қай жерде жүрсе де, сол жерде болған адам, пайғамбарымызға 1 сағат болса да, 15 минут болса да, бір керемет нәрсе айтып бере алады. Не ол кісінің мінезінен, не ол кісінің сөзінен. Өйткені Алла Тағала пайғамбарларды жіберген кезде, Иса алейхиссалам айтқандай Мариям сүресінде, «Жағаләни мубаракан айнама кунту», Алла Тағала мені мубарак қылды, берекелі қылды, қай жерде жүрсем де дейді. Біздің бұл нәрседе үлгі алатын нәрсеміз, біз шамамыз келгенше жүрген жерімізде пайда тигізіп кетсек, пайда тигізе алмасақ, зиян тигізбесек жоқ дегенде ешкімге. Егер осы сипат бізде болса, онда біз осы сүннетті құрметтегенбіз. Қай жерде жүрсең де пайда берген, не мінезіңмен, не ақшаңмен ба, не жымиюыңмен ба, түр пайда тигізіп, ол қолыңнан келмей жатса, зиян тигізбей кетті. Осы нәрсе жағы негізгі мұсылманның сипаты да.